Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді болып шығатын құрғақ кеспе жасайтын боламыз. Ол үшін видеодағыдай етімізді турап аламыз, пиязымызды, чесногымызды, сәбіз, картошка және бұрыштарымызды турап алатын боламыз. Кейіннен нан илетін боламыз. Нанымыз қатты жұмсақ болып кетпеуі керек. Жылы суымызға тұзымызды салып, ұнға жұмыртқа араластырып, нан илеп алатын боламыз. Кейіннен қызып тұрған табамызға май құйып, көкөністерімізді қуырамыз. Яғни етімізді, пияз, чеснок, картошка, бұрыштарымызды, сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Томат салып араластырып, әбден осылай суымызды құямыз. Суды құйған кезде біздің көкөністеріміз батып тұрмауы керек. Көп құймайсыздар, яғни 2 шыны құйсаңыздар жетеді. Мінекей, осындай болуы керек. Кейіннен нанымызды жаятын боламыз. Видеодағыдай 4-ке бөліп, духовкамызды қыздырып қоямыз алдын ала, духовканың ыдысына салатын боламыз. Міне, нанның бетінде осындай ақ нүктелер пайда болғаннан кейін духовкамыздан ала береміз. Ұзақ ұстамайсыздар. Ұзақ ұстасаңыздар, осылай наныңыз оралып, кесілмей қалады, сынғыш болып қалады. Сондықтан да осындай ақ нүктелер пайда болғаннан кейін алып, осылай турап, подливымыздың бетіне саламыз. Подливымыз бізде 1 сағаттай осылай суда пісті. Нанымызды бетіне салып, үлкен қасықпен 2 қасық майды кеспенің бетіне жағып шығатын боласыздар. Осылай орташа отта 20 минут, 30 минут пістіріп алатын боламыз, қыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасаңыздар. Ас болсын, қыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.